Баршаңызға сәлем. Сен-Бартелеми аралы кіші Антил аралдарының шығыс бөлігінде орналасқан. Мұнда мәңгілік жаз, тропикалық климат және ауа мен судың өзгермейтін температурасы қалыптасқан. Зерттеулер бойынша бұл аралдың аумағында өзен мен бұлақ болғаны анықталған. Негізгі аралды еуропалықтар Христофор Колумбтың саяхатының арқасында ашқан. Арал Христоформен бірге Эспаньол аралының маңында Сен-Бартелеми аумағында саяхаттаған атақты итальяндық губернатор Бартоломеоның кіші ағасының есімімен аталған. Ұзақ уақыт бойы елеусіз болған бұл арал 17 ғасырдың ортасында назарға түсе бастаған. Сен-Барт 1653 жылы меншікке сатып алады. Бірақ бірнеше жылдан кейін француздар бұл жерді қайта сатып алған. Сен-Бартелеми аралы біраз жылдар аралығында қарақшыларға арналған транзиттік пункт ретінде қызмет етті. Және олар испандық галерондарға шабуыл жасау кезінде иеленген қазыналарды осында жасырып Еуропаға шығарған. Ал аралдағы жасырынған қоймалардың көбі бұзушы деген лақап атпен танымал қарақшы Даниэл Монбардың қатыгездігінің арқасында пайда болған деседі. Айтпақшы, олар жасырған қазынаның бір бөлігі әлі күнге дейін табылмаған. Бұл аралда бірінші теңізшілер мен қарақшылар өмір сүрген, ал бірнеше ғасырдан кейін жергілікті халқы пайда болды. Уақыт өте келе Сен-Бартада кәдімгі қолөнер шеберлері, егіншілер мен балықшылар пайда бола бастаған. Сен-Бартелемидің бір ерекшелігі аралда ешқашан құлдық қарым-қатынас болмаған. Себебі онда кофе, қант қамысы, мақта секілді плантациялар өсірілмеген. Қазір бұл қала Франциядағы Сен-Бартелеми Замор қауымдастығының әкімшілік орталығы. Аралдың географиялық жағдайы ауыл шаруашылығына немесе басқа да ауқымды өндіріске сай келмейтіндіктен зат сақтау және сауда орталығына айналған. Содан кейін ұзақ жылдар бойы арал тұрғындары жайбарақат күн кешеді. Ал 1957 жылы бұл жерді америкалық миллиардер Дэвид Рокфеллер сатып алудан бас тартқасын, бір бөлігін Ротшильд пен Форд иеленген және қалтасы қалың адамдар бұл аймаққа қаржы салып, алыс жақын жердегі миллионер туристер ағылып келе бастаған. Бірте-бірте туристік орталыққа айналған. Сен-Барт ықпалды жер иеленушілерді пайдалана отырып, барлық қонақтар мен тұрғындар өмірінің жайлы болуын қамтамасыз ететіндей жағдайға жетеді. Кейбір талаптар, мәселен, Сен-Бартының барлық жағажайлары қоғамға арналған. Яғни, теңізге жақын жатқан жерлерді сатып алу мүмкін емес. Сондай-ақ, аралдағы құрылыс та қатаң қадағаланған. Ондағы ғимараттардың биіктігі мен кескіні табиғи ландшафт үйлесімін бұзбауы керек. Ал шатырды міндетті түрде 3 түрлі: қызыл, қоңыр немесе жасыл түске бояуы керек. Бір қызығы, мұндағы халықтан жыл сайын аралға демалуға келетін бай туристердің саны көп. Соңғы 20 жыл ішінде Сен-Барт халқының саны небәрі 2 есе өсіп, 9000 адамға жеткен. Қазір бұл аралға қыруар қаржыны санап бере алатындар барады десек те қателеспейміз. Онда әлемдегі ең қысқа қону жолағының бірі орналасқан. Ұзындығы 625 метрді құрайды. Аралға ең алғаш голланд контрабандашылары және Густаве Мері, Реми де Хайенен ұшып келген. Содан кейін әлемдегі атақты қонақтар келе бастайды. Сондай-ақ Сен-Бартада саясаткерлер, кино мен театр жұлдыздарының және спортшылардың сүйікті демалыс орнына айналған Гувернер, Салин, Лорен жағажайлары бар. Ал 2009 жылы Рокфеллердің аймағын Роман Абрамович сатып алуы ресейлік туристердің де баруына септігі болған. Жергілікті халықтың кез келген қонақты кәдесімен шығарып салатын ерекшелігі аралдың имиджіне айналған. Бірақ мұнда қарапайым дүкендер таба алмайсыз, тек қымбат дүкендер. Бірақ аралда іс жүзінде қылмыс орын алмайды. Ал қай жағажайға барсаңыз да көптеген яхталар тұрады. Сен-Бартаның мәдени тарихи мұрасының қатарына 18 ғасырда салынған Англикан шіркеуі мен аралдың ең биік нүктесіндегі маяк қана кіреді. Өйткені мұнда ешқандай саяси құрылымдар жоқ, тек демалыс аймағы ретінде саналады. Егер видео ұнаса, лайк басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін арнаға жазылып,
қоңыраушаны басып қойыңыздар.